Бәріңізге сәлем. Сіздермен халық емі арнасы. Ішектің қызметі біздің денемізде өте маңызды рөл атқарады. Ол тағамды өңдейді және барлық қажетсіз қалдықтарды шығарады. Біздің денеміз үнемі әртүрлі қалдықтармен және токсиндермен бітеліп қалып жатады. Токсиндерді бейтараптандыру және барлық қоқысты кетіру үшін біздің тазарту органдарымыз тынымсыз жұмыс істейді. Бірақ кейде олар өз қызметін толық атқара алмайды. Соның салдарынан ішті қосымша тазарту қажет болады. Асқазан ішек жолдарының стандартты жұмысы барысында ішек қабырғаларында қалдықтардың бөлшектері қалуы мүмкін. Бұл нәжіс тастарының пайда болуына әкеледі. Ал ішекті қалай дұрыс тазартуға болады? Қытайда қандай әдістер қолданылады? Бейнені соңына дейін қараңыз және біз осы сұрақтардың барлығына жауап береміз. Қытай медицинасының тиімді әдістері туралы егжей-тегжейлі айтып беретін боламын. Құрметті достар, каналымыздың дамуы үшін каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз біздердің жаңа әрі пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Ең көне Қытай медицинасы бүкіл әлемге танымал. Оның дәстүрлі әдістері ішекті тазартуда өте тиімді. Аспан асты елінің тұрғындары бала кезінен-ақ ішек жүйесі үшін ең сенімді және тиімді әдіс дұрыс өнімдерді қолдану арқылы денені тазарту екенін жақсы біледі. Шлактар дегеніміз не? Тамақтану адам өмірінің негізі. Бірақ біз қалай тамақтанамыз? Қандай тамақтарға артықшылық береміз? Әрине, бұл негізінен фастфуд, жартылай фабрикаттар, өңделген тамақтар, сонымен қатар тәттілер, майлар, қуырылған, тұзды және ысталған. Біздің көпшілігіміз бұған да көп көңіл бөле бермейміз. Ішімізде проблема басталғанға дейін. Нәтижесінде ішекте орналасатын көптеген улы заттар ағзаға сырттан енеді. Олар сондай-ақ ішінен де өндірілуі мүмкін. Мұның себебі ауыз судың сапасыздығы. Сонымен қатар экология, алкогольді үнемі тұтыну, темекі шегу, жұқпалы аурулар, отырықшы өмір салты болуы мүмкін. Осының бәріне тұрақты стрессті қосыңыз. Осылайша біздің негізгі сүзгіш органдарымыз ауыртпашылықты көтере алмайды. Нәтижесінде бүйрек, өт қабында құм мен тастар пайда болады. Сонымен қатар ішекте бүкіл тоқ ішекті бітеп тастайтын нәжіс тастары пайда болады. Организмнің ластану симптомдары. Іштің ыңғайсыздығы пайда болады. Мысалы, ісіну, ауырлық және толықтық, нәжістің бұзылуы, іш өту немесе іш қату. Таңертеңнен бастап шаршау, ашуланшақтық, ұйқысыздық, иммунитеттік төмендеуі, маусымдық вирустық ауруларға бейімділік. Терінің үнемі қышуы, шаш пен тырнақтың нашарлауы. Ал метаболизмнің бұзылуы семіздікке алып келеді. Егер ұқсас белгілер пайда болса, сіз дереу ішекті тазартуды бастауыңыз керек. Мұндай жағдайда сарапшылар іш жүргізетін дәрілерді және клизманың барлық түрлерін қолдануға кеңес бермейді. Олар жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Мысалы, асқазан ішек жолдарының қабынуы сияқты. Ішекті тазартуға арналған тиімді 10 тағам. Қытай дәрігерлерінің әдісіне сәйкес табиғи және пайдалы қауіпсіз әрі ыңғайлы әдістер бар. Сіз ішекті тиімді тазартуға көмектесетін қарапайым және дәмді тағамдарды үнемі тұтынуыңыз керек. 1. Ламинария. Бұл балдар теңіз қырыққабаты деп аталады. Ол йодқа өте бай. Осының арқасында ол метаболизмді жақсартады. Майдың жоғалуына ықпал етеді және тамақ қалдықтарының ішек арқылы жұмсақ қозғалысын жақсартады. Бұл төмен калориялық өнім. Сонымен қатар ауыр металдарды байланыстыратын және оларды денеден шығаратын қасиетке ие. Сонымен қатар ламинария қалқанша безін дұрыс жұмыс жасауын реттейді. Өйткені гипотиреоз кезінде іш қату пайда болады. 2. Қоңыр күріш. Бұл қоңыр күріш ішекті жақсы тазалайды. Барлық құпия қоңыр күріш қабығында жатыр. Ұнтақталмаған күріш магний, калий, темір, мырыш, марганец,
Б, Е дәрумендер сияқты дәрумендер мен микроэлементтерге бай. Мұндай күрішті үнемі қолдану иммунитетке және бүкіл денеге жағымды әсер етеді. Қоңыр күрішті пісіру үшін жуу керек, кейін суға 2 сағатқа салып қойыңыз. Қоңыр күріш тағамдарын аптасына 2 рет тұтынуға болады. Үшінші, алма. Алманың тазарту қасиеттері құрамындағы талшықтың көп мөлшеріне ерекше байланысты. Сондай-ақ ішекті тазарту үшін ең ерекше болып табылатын полисахарид пектинді атап өту керек. Ол ағзадан токсиндерді кетіруге қабілетті. Алмамен бірге ішекке енгеннен кейін пектин ісінеді және оның қасиеттері адсорбент ретінде көрінеді. Ол губка тәрізді барлық зиянды бактерияларды және ауыр металдардың тұздарын сіңіреді. Содан кейін оларды табиғи түрде денеден шығарады. Сондай-ақ алма денені жаман холестериннен тазартады. Іш қатудың алдын алады. Жедел тазарту үшін сізге 2 килограмм алма қажет. Егер сізде қышқылдық жоғары болса, тазалау үшін тәтті сорттарды қолдануға болады. Ең бастысы, сізге ұнайтын алмаларды таңдау керек. Өйткені оларды бір күн ішінде жеуге тура келеді. 2 килограмм алма 8 бөлікке бөлінеді. Одан әр 2 сағат сайын тұтыну керек. Біз таңғы 8-ден бастаймыз және кешкі 10-да аяқтауымыз керек. Күні бойы қантсыз шөп немесе көк шай, таза су және сәбіз шырынын ішуге рұқсат етіледі. Өйткені оның құрамында 80% қоректік заттар бар. Мұндай тазалаудың маңызды артықшылығы дәретханаға үнемі жүгірудің қажеті жоқ. Жемістердегі заттар ағзаға біртіндеп әсер етеді. Сондықтан нәжіс кенеттен оқыс оқиғаларсыз баяу жақсарады. Процедураны айына 2-3 рет қайталауға болады. Төртінші, сельдерей, яғни балдыр көк. Өсімдік тәбетті жақсартады және талшықтың арқасында ас қорытуға, метаболизмге және дәретке көмектеседі. Осылайша ішекті күшті тазартады және оны босаңсытады. Өз кезегінде талшықтың жеткілікті мөлшері тоқ ішектің қатерлі ісігі сияқты белгілі бір аурулардан қорғай алады. Бұдан басқа, талшық бұл ішектегі пайдалы бактериялардың тамақтануы. Олар денсаулықтың көптеген аспектілер үшін өте маңызды. Мысалы, қант диабеті мен семіздіктен қорғау. Балдыр көктің сіңіру процесінде көптеген антиоксиданттар түзіледі. Олардың бірі лигнин. Балдыр көк инфекциялармен күреседі. Жүрек пен бауырдың жұмысына көмектеседі. Қандағы қантты қалпына келтіреді. Жаман холестеринді төмендетеді. Жоғары қан қысымына көмектеседі. Балдыр көк су мен тұздың алмасуын жақсартатындықтан, оны ересек адамдарға қолдануға ұсынылады. Осылайша балдыр көк зәр қышқылын кетіре алады. Сондықтан подагра ауруынан қорғайды. Балдыр көкті термиялық өңдеу дәрумендердің жоғалуына әкелуі мүмкін екенін ескеру маңызды. Сондықтан оны шикідей тұтынуға немесе жаңа сығылған балдыр көк шырынын ішуге кеңес беріледі. Бесінші, жер жаңғақ. Барлығына таныс және көпшілікке қолжетімді тағы бір өнім бұл жер жаңғақ. Фитин қышқылын және фитеролдар сияқты заттардың арқасында ол ішектің жұмысын жақсартады. Қытайда жер жаңғақ гарнир ретінде қайнатылады. Өйткені ол өте қоректі, жоғары калорияны ескере отырып, күніне аз мөлшерде жеуге кеңес беріледі. Алайда жер жаңғақты аллергиясы бар адамдарға мүлде жеуге болмайды. Алтыншы, қызылша бұршағы немесе фасоль. Ол бұршақ тұқымдас өсімдік. Өсімдік ақуыз бен талшықтың маңызды көзі болып табылады. Қызыл бұршақтардың зәр айдағыш әсері бар. Осы қасиеттердің арқасында бұршақ бүйректің жұмысын жақсартады, ісінуді жояды. Сонымен қатар жоғары қысым мен жаман холестерин деңгейін төмендете алады. Жетінші, батат. Бұл тәтті картоптың екінші атауы. Ол батат. Бұл ақуыздың, көмірсулардың, талшықтардың, Б, С дәруменінің, калий мен кальцийдің тамаша көзі.
экзотикалық жеміс ас қорытуды қалпына келтіру үшін үлкен пайда алып келеді. Көкөністің құрамында диеталық талшық бар. Олар іш қатудың пайда болуына жол бермейді. Гастрит немесе жара кезінде қабыну және ауырсынуды тыныштандырады. 8. Көк шай. Барлығының сүйікті сусыны ішектерді тазартуға және ішек қабырғаларын жууға көмектеседі. Ол көптеген оларды бейтараптандырып қана қоймай, сонымен қатар никотиннің зиянды әсерін де азайтады. Антиоксиданттардың көп болуына байланысты метаболизмді қалыпқа келтіреді, артық холестеринді кетіреді және жасушалардың глюкозаны сіңіруін жақсартады. Көк шай осылайша ішекті тазартады және сонымен бірге қант диабеті мен атеросклероздың алдын алады. Зарайдағыш әсердің арқасында ол бүйректі де тазартады, ісінуден арылтады. 9. Қара өрік. Жемістің өте бай құрамы денені дәрумендермен, микроэлементтермен қанықтыруға мүмкіндік береді. Ол өте күшті антиоксидант. Жасушаларды бос радикалдардан арылтады. Әл-ауқатқа оң әсер береді. Оны іш қатудың алдын алу үшін де қолдануға болады. Қара өрік талшығы жұмсақ іш жүргізетін дәрі болып табылады. Асқазан, ішек жолдары арқылы тамақ кесектерінің өтуін жақсартады. Жұмсақ іш жүргізетін әсерге қол жеткізу үшін күніне 50 грамм қара өрік тұтыну жеткілікті. 10. Қызылша. Іш қатудың пайда болуы сирек емес, себебі өт қабы мен бауырдың жұмысы қатты бұзылады. Бұл тамақтанудың бұзылуына, сондай-ақ алкогольді ішімдіктер мен темекі шегудің жиі қолдануына байланысты. Бұл жағдайда қызылша көмекке келеді. Ол бауырдың барлық заттардан тазаруына көмектеседі. Осылайша өт ағынын қалыпқа келтіреді. Ал бұл ас қорытудың жұмысын қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Бүкіл ішекті қызылшамен тазарту оңай және тез өтуі керек. Ол үшін дәмді және жеңіл салат дайындаған жөн. Егер сіз ас қорыту жүйесін тұтастай ретке келтіргіңіз келсе, күн сайын қызылшаны жеп, іш қатудың алдын алу үшін қызылша шырынын ішіңіз. Осылайша нәжіс шығарудың табиғи процесін бастайсыз. Ұсынылатын доза күніне 50-100 граммнан аспауы тиіс. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Бұл бейнені достарыңыз бен жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Ардақты халқым, бәріміз бір болып қазақ арнасын дамытуға үлес қосайық. Сіздермен бірге болған Халық Емі арнасы. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.